Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз ерлік елдің қасиеті, жүректілік жігіттің қасиеті. Оқулықтарыңыздың 160 бетінде орналасқан. Бүгінгі тақырыбымыз қазақтың мақал-мәтелінен алынған. Сондықтан мағынасын ашуға тырысайық. Ерлік елдің қасиеті деп отырғанымыз, қандай да бір ерлікті дәріптеу, ерлік іске ұмтылдыру, ерлік іске жігерлендіру ол елдің қасиеті болып табылады екен. Яғни ұлдарына сеніп, олардың белім буып, белім бекем буып, оған қолдау көрсетсе, ол батырларымыз, ол жігіттеріміз міндетті түрде ерлік көрсетеді екен. Ал жүректілік жігіттің қасиеті дегеніміз өзінің ерлігін көрсету үшін сондай батырлық танытып, батылдық танытып, ержүрек болған жігіттеріміз міндетті түрде ерлік қасиетін жасайды екен. Яғни ол ерлік жасау жігіттің қасиетіне байланысты екен, жігіттің мінезіне байланысты екен. Бүгінгі сабағымызды одан ары қарай жалғастырайық. Бірінші тапсырма, көріп тұрғандарыңыздай кластер толтыруымыз қажет. Кластердің ортасына Ұлы Отан соғысындағы қазақ батырлар деп жазайық. Және жан-жағына стрелкалар шығарып қойыңыздар. Оқулығымызда Талғат Бигелдинов ағамызды үлгі ретінде берген, ал біз алдыңғы сабақтарда қандай қазақтың батырларымен таныстық, соны есімізге түсіріп көрейік. Мысалы, Бауыржан Момышұлы, ал оның алдында қандай қазақтың батыр қыздарын өттік, соларды есімізге түсіріп, осы сызбаны толтырайық. Және тағы да өзіміз қандай батырлар туралы білеміз, осы Ұлы Отан соғысына қатысқан қандай қазақ батырларын білеміз, соны осы сызбаға түсірейік. Одан кейін екінші тапсырма, тыңдалым тапсырмасы. Мәтінді мұқият тыңдап, тақырып құруларыңыз қажет, және мәтін бойынша жоспар құру қажет болады. Сондықтан мәтінді мұқият тыңдап, дайын отырыңыздар. Тыңдалым мәтіні. Талғат Жақыпбекұлы Бигелдинов 1922 жылы Ақмола облысы Ақмола ауданы Майбалақ ауылында шаруа отбасында туған. Кеңес одағының батыр атағын 2 рет алған. Ол балалық және жастық шағын Фрунзе қаласында өткізеді. Сонда аэроклубта оқиды. 1942 жылы Чкалов әскери авиация училищесін бітіреді. 1943 жылдың қаңтарынан 144-ші гвардиялық авиация полкының құрамында Калинин, Воронеж, далалық және 1-ші және 2-ші Украин майдандарында шайқасты. Соғыстың соңғы айларында оның штурмовиктері Одер мен Ниттегі ұрыстарға және жау ордасын талқандауға қатысты. Ол Ұлы Отан соғысында қатардағы ұшқыштан авиация полкының командирі дәрежесіне дейін майдан жолынан өтті. Жауға қарсы 305 дүркін қарсы ұшып шықты. Рақымжан Қошқарбаев ата-анасынан ерте айырылды. 4 жасында анасы қайтыс болды. Ал әкесі жалған саяси жаламен сотталып, ГУЛАГ лагерінде қаза болды. Ол 1942 жылы әскер қатарына келді. 1943 жылы Фрунзе қаласында орналасқан офицерлік училищеге келеді. Училищені 1944 жылдың қазан айында бітіріп, оған кіші лейтенант шені беріледі. Ол Беларусь майданының 3-ші пәрменді армиясына 1944 жылдың қараша айында келді. Берлиннің өзінде болған соғыстарда ол өзінің Гиммлердің үйіне бірінші болып жетеді. Осы жерде барлау взводының командирі лейтенант Қошқарбаевқа Рейхстагқа қызыл туды тігу туралы бұйрық береді. Гиммлер үйі мен Рейхстагқа дейінгі арақашықтық 360 метр болатын. Бірақ ол жан-жағынан оқ жаудырылған ашық алаң еді. Лейтенант Қошқарбаев өзінің солдаттарымен бұл аралықты 7 сағатта жерге жабыса еңбектеумен өтеді. Рейхстагқа ол үшін Григорий Булатов деген солдатпен бірге жетіп, Рейхстагтың фронтына ту тікті. Бұл сәуірдің 30 күні 18 сағат 30 минутта болған еді. Бұл Рақымжан Қошқарбаев пен Талғат Жақыпбекұлы Бигелдинов туралы бұрыннан да естіген болармыз. Енді мына сұрақтарға жауап берейік. Осы қос батырдың соғыстан кейінгі өмір туралы не білесіздер? Және олардың ерліктерін отанымыз қалай бағалады? Осы туралы ізденіп көрсеңіздер болады.
Келесі тапсырма, үшінші тапсырма, жазылым тапсырмасы. Жаңа тыңдаған мәтініміз бойынша Талғат Бигелдинов пен Рахымжан Қошқарбаев туралы қосымша материалдар жинап, эссе жазыңыздар. Эссе талаптары төмендегідей: нақты айқындалған кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды бөлімнен құралуы шарт. Тақырыптан ауытқымаған дұрыс. Тезистері ұтымды дәлелдермен растау қажет. Өмірмен байланыс болуы тиіс. Өзіндік тың пікірлер келтіру керек. Баяндау стилі нақты болуы шарт. Теңеу мен метафораны ұтымды қолдану қажет. Сөз көлемі 100-150 сөз қылсаңыздар болады. Келесі тапсырма, төртінші тапсырма, сіздерге жазылым. Бұл да Ұлы Отан соғысына қатысқан қазақ батырлары туралы. Осы тапсырманы біз мұқият тыңдай отырып диаграмма құруымыз қажет. Және сурет қылып салсаңыздар да болады. Рейхстаг түбіндегі ұрыстарда қазақстандықтар Нығмет Наукенов, Әлімқұл Жылқыбаев, Павел Васильевский, Алексей Ковалев және басқа да жауынгерлер ерлік көрсетті. Мысалы, Тілеухан Шайділдинов Рейхстаг қабырғасына былай деп жазып кетіпті: мен қазақпын, Қазақстаннан келдім. Қан майданда жүріп Мәскеуден Берлинге дейін жеттім. Рейхстагқа шабуыл жасап жеңіске жеттік. Шайділдинов Төлеухан. Нұркен Әбдіров 16 рет әуе шайқасына қатысып, фашистердің 12 танкін, 23 автомобилін, оқ-дәрі тиеген 18 машинасын, жанармай құйылған 3 цистернасын, 3 зеңбірегін жойып, 50-ден астам неміс солдаты мен офицерін жер құштырған. Нұркен Әбдіров жаудың Сталинград шебіне енетін Боков-Помаренко аудандағы қорғаныс бекінісі мен шоғырланған танкілерін жою үшін әуеге көтеріледі. Тапсырманы орындау кезінде Нұркен Әбдіров бірнеше дзотты зенит артиллериясын, 2 нүктесін, 6 танкті жойды. Бірақ өзінің ұшағы да зақымданды. Жалын шарпыған ұшағын жау техникасы шоғырланған тұсқа бағыттап, капитан Косталенко сияқты қаһармандықпен қаза тапты. Қазанның 23 күні тұңғыш рет әуе шайқасына аттанар алдында Нұркен былай деп жазған екен: егер біз фашистерді құртпасақ, олар біздің түбімізге жетеді. Сөйтіп, қуанышты, бақытты өмірмен қоштасамыз. Шайқаста жау дзотын кеудесімен жауып, ерлікпен қаза тапқан Сұлтан Баймағамбетов, фашистердің 14 танкісінің көзін жойған Василий Мартьев, ұшағын танкілер колоннасына бұрып ерлікпен қаза тапқан Бақтыораз Бейсекбаев және осы секілді ерлік көрсеткен қазақстандықтар саны көп болды. Информ KZ сайтынан алынған. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.